жаңа мектепті кіріп, туалетті қайтадан далада деп жүрген достар. Бірақ та күтіңдер, уақыт өте бәрі де болады. Не болды? Мектепке кіре берісте сақалды күзетшілерді көріп шошып кеттіңдер ме? Бірақ қорықпай қойыңдар, олар сіздер ойлаған адамдар емес. Жігіттер, мен сіздерге бірдем айтайын ба? Мен каждый КВМнің алдында бір түс көремін. Сол түсті айтып берейші. Айтып берейші деймін. Короче, бұлай ғой, түсінде де қызыммен далада жеке келе жатыр. Прикинь, далада ешкім жоқ. Не істерімді білмеймін. Сосын енді кішкене тауға шығып, бүйтіп жүрмеймін қызыммен. Сөйтіп, қызым таудан бұлай аяғы тайып кетеді. Мен оны ұстап аламын. Қатты құшақтап алған кезде ол шоңы салып қорыққаны мен құшақтап, қатты құшақтап тырналап жатыр. Мен ойладым, махаббатым осындай ыстық болатын деп. Сол кезде енді құшақтап басымды былай жақындата берген, оянып кетті. Сосын тұрсам, мысықты қатты құшақтап мектеп әдемі емес пе? Осы мектепте КВН жігіттер әдемі. Ендеше әдемілер өз ойын бастайды. Кетті! Тағы кеш жарық. Бүгінгі тақырыбы мектеп тақырыбы болғандықтан мектептен бастайды. Ендеше барлық оқушылар, кейбір оқушылар сабаққа кешігіп жатады және де мұғалімнен сол жыл сөз естиді. Бірақ шын мәнісінде кейбір жағдайлар осыдан туындайды. Көреміз. Мама, пока мен кеттім мектепке. Мектепке? Мама, ұмытып кеттім мен. Бара берейін, кешіп бара тұрмын. Жарайды, мама, пока, давай. Ма, ұятқа отырдың ғой. Қойшы. Қалдың, ұстадық қой. Жарайды, қойшы деген. Ма, бол. Көреміз, біз осы жаңа мектепке кірген кезде барлық балаларда осындай жағдай болды. Яғни біздің балаларда осындай жағдай болды. Кеттік. Опа, мектеп барысы. Айбат. Мына кабинеттің ішіне кірейші. Прикинь, кабинеттің ішінде кабинет. Оның ішінде тағы да кабинет. Мына жақта тағы да кабинет. Мына жақта қап-қараңғыда бір ағай тұр ғой, бойы ұзын. Сен көрген жоқсың? Ғалымжан ағай. Мектепте әзірше асхана ашылмағаны бәрімізге мәлім. Яғни сол асхананың ашылмағандығынан кейбір балалар дүкенге барып келуді шығартты. Яғни сол дүкенге барып сатып алып, оны мектепке келіп тағы да сатады екен. Міне соның кесірінен қыздар мафиясы туындапты. Көреміз. Әкелдім ба? Сен әкелдің ба? Көрсе? Тауарды бер. Мектептің дискотекасында болған жағдай. Ағашы, кем ұғыстырма, ұратыларма. Танысылды шыңа.
Расына деміз екені. Не осындыра. Қандас, едіміздің бұлар? Сүйізім. Толығырақ ше? Сүйізім. Ауылдан да... Сағым Жамал зауал еді. Сағым Жамал, сен билеуге бола ма? Жоқ дейден билеп шыққан. Бірін-бірін мектеп тақырыбына біраз ауытқимыз, бірін-бірін өте қатты жақсы көретін қыз бен жігіт. Жаным, сені қатты жақсы көремін. Мен де сені қатты жақсы көремін. Мен сені өте қатты жақсы көремін. Мен сені одан да қатты жақсы көремін. Мен сені одан да қатты жақсы көремін. Мен сені одан да қатты жақсы көремін. Жаным, кешірші, менікі қате болды. Жоқ, менікі қате болды. Талай жыл театрда істеген қыз бен жігіт көшеде кездесіп қалды, бір-бірімен танысып жатыр. Яғни сонда болған жағдай. Қандас, сізбен танысуға болады ма? Мінеки біз КВН ойнап шықтық. Бірақ та көптеген мұғалімдер біздің КВН ойнауымызға қарсы болды. Себебі біз КВН-де көптеген сабақтарымыздан артта қалдық. Бірақ та көп адамдар бізге КВН сендерге не береді? КВН-ден не табасыздар? КВН сендерге дан болады ма деп сұрақ қояды. Иә, КВН бізге айтарлықтай дәнеңе де бермейді. Бірақ біз сендерге көрермендерге күлкі сыйлаймыз. Ал күлкі адамның өмірін ұзартады ғой. Солай емес пе, достар? Бірақ та біз мұғалімдердің айтқандарымен келісуіміз керек. Себебі біз оқушылармыз. Оқушылар үшін сабақ әрқашанда бірінші орында тұру керек. Рахмет. Сіздермен бірге болған Wi-Fi КВН командасы